Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ақылшым мұғалім. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқып, талдауды үйренеміз. Тақырыпқа байланысты сурет бойынша әңгіме құрастырамыз. Сөз жұмбақтар шешеміз. Алдымен мына сөз жұмбақты бірге шешейік. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, мақал мәтелдерді дұрыс оқиық. Бірінші, оқу, білім, бұлағы, жарайсыңдар балалар. Екінші, мақалға назар аударайық. Қына тасқа бітеді, білім. Білім неге бітеді балалар? Басқа, жарайсыңдар. Не өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Балалар, бәйгеге қандай жануар түседі? Дұрыс айтасыңдар, ат түседі. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Не тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Тозбайтын тон не екен балалар? Ақыл. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Енді соңғы мақалға назар аударайық. Оқу инемен құдық қазғандай. Жарайсыңдар балалар. Сендер де менімен бірге мақалдағы көп нүктенің орнына қажетті сөздерді дұрыс тапты деп ойлаймын. Кереметсіңдер. Бүгін біз балалар ақылшым мұғалім өлеңін өтеміз. Қане бірге мәнерлеп оқып көрейік. Сәбилік көңілден арналды бұл әнім, баулитын өмірге ақылшым мұғалім. Тіліңді аламын, айтқанды ұғамын, мен сендей боламын, ақылшым мұғалім. Арқаңда өзіңнің адам боп шығамын, бәрі алтын сөзіңнің, ақылшым мұғалім. Балалар, өлең кім туралы екен? Иә, мектептің жүрегі мұғалім туралы екен. Бұл өлеңнің авторы Әнуарбек Дүйсенбиев. Ол Алматы облысында туған балалар ақыны, әрі аудармашы болған. Сурет бойынша әңгіме құрастырып көрейік. Яғни, көп нүктенің орнына керекті сөздерді қоямыз. Қалай әңгіме құрастыруға болады балалар? Өздерің ойланып, нүктенің орнына үлгі бойынша әңгіме құрастырып көріңдер. Балалар, өмірде мамандықтың түрі өте көп. Әр мамандықтың өзіндік ерекшелігі бар. Дәрігер адамды емдесе, мұғалім оларды оқытады. Әнші ән айтады. Құрылысшы үй салса, тігінші киім тігеді. Адамдар мамандықты жүрегінің қалауы бойынша таңдау керек. Өйткені әрбір адамның болашағы таңдаған мамандығына тікелей байланысты. Өз ісін жақсы көріп, үлкен жауапкершілікпен атқарғанда ғана адам өзін бақытты сезінеді. Ал енді біз ең жақсы ұстаз атты бейнежазбаға назар аударайық. Ең жақсы ұстаз. Ертеде бір атана баласына ең жақсы мектеп және ең жақсы ұстаз депті. Олар бір мектепті тауып, балаларын сол мектепке оқытуға бермекші болыпты. Таңертең атасы немересін мектепке ертіп апарыпты. Атасы немересімен мектепке кірген сәтте барлық балалар олардың жанына жиналып, саусақтарын шошайтып, атасы қандай таңғаларлық адам, өте семіз екен, деп мазақтай бастапты. Балалар осылай атасы мен немересіне күліп, келемеждеп біраз жүріпті. Қоңырау соғылып, балалар сабақтарына кетіпті. Ал атасы немересін қолынан ұстап, мектептің ауласынан шығып кетіп қалыпты. Ата,
мектепке неге кірмейміз? Деп сұрайды немересі. Сонда атасы, саған жақсы мектепті өзім тауып беремін, деп сенімді жауап беріпті. Содан кейін немересін үйге қалдырып, өзі жолға шығыпты. Ол жол бойы кездескен мектептердің бәріне кіріпті. Атасы мектептің ауласына кіріп, қақпаның алдында қоңырау соғылғанын күтіп тұрады екен. Кей мектептің ауласынан тағы да бос күлкі мен мазақтау естіп қайтса, кей мектептің балалары тіпті назар аудармапты. Кеш батып қалғанда ол бір кішкентай ауласы бар кішкене мектепке келеді. Тағы да мектептің ауласында қоңырау соғылғанын күтіп тұрады. Қоңырау соғылып, балалар шулап далаға жүгіріп шығады. Кенет, ата, су ішесіз бе? Деген баланың даусын естиді қарт. Ал бір бала әдепті түрде, ата, шаршаған шығарсыз, отырып дем алыңыз депті. Мұғалім шақырайық па? Депті бір қыз бала. Сол сәттен мектептен мұғалімдері де шығыпты. Атасы мұғаліммен әдепті түрде амандасты да, мен немереме ең жақсы мектепті таптым, деді. Сіз қателесіп тұрған шығарсыз. Бұл көрнекті демес, кішкентай мектеп қой, деді мұғалім. Атасы әңгімені осы жерде тоқтатты да, ертең осы мектепке немересін алып келетінін айтты. Кешке баланың ата-анасы атасының таңдауына таң қалды. Ұстазды шәкіртіне қарап таниды, деп жауап берді баланың атасы. Балалар, сендерге бейнежазба түсінікті болды деп ойлаймын. Бейнежазбаның айтатын негізгі ойын түсінген боларсыңдар. Демек, мектептің жаңа немесе ескі екені сенің білім алуыңа еш кедергі болмайды. Сондықтан да әрқашан ұстаздарыңды тыңдап, ақылшы мұғалімдеріңді тыңдап, озат шәкірт болуға тырысыңдар. Сонымен балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.